Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Және де колокольчик белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Дүкеннен гүлді сатып алғанда қалай таңдап аламыз? Бүгінгі видео сол туралы болады. Енді гүлді таңдағанда, яғни гүлдің стресстен, күйзелістен шыққан гүлді таңдаймыз. Яғни гүлдердің кейбіреуі үйге сатып әкелгеннен кейін сіздің үйіңіздің ауасына тез бейімделіп кетеді деп айта алмаймын. Жарықты жақсы көретін гүлдер де болады, және де көлеңкені жақсы көретін гүлдер де болады. Сіздің үйіңіздің жарығы жеткілікті болса, онда жарық сүйгіш гүлдерді алсаңыз болады. Негізі батыс, солтүстік беттегі терезелерге қоятын гүлдер болады. Оңтүстік, шығыс терезелерге жылыны жақсы көретін де гүлдер болады. Яғни жылылықты жақсы көретін гүлдерде сол гүл сататын дүкендегі дүкеншімен ақылдасып отырып алсаңыздар болады. Күннің көзін жарықты талап етпейтін гүлдер, олар көлеңкеде де өсе береді. Бірақ көлеңке жерде олардың өсуі баяулайды. Сол себепті қай гүл болмасын, үйіңіздің жағдайына қарап алу керек гүлді. Яғни бұл гүлдердің көлеңкеде өскенде олар жаңағы жапырақтары майда болып, бойы кішкентай болып, солай гүлдеріңіз өте жай өсетін болады. Енді гүлді сатып аларда неге мән беру керек? Сатып алардан бұрын гүлді мұқият тексеру керек. Ол әдемі және сау көріну керек. Бұл дегеніміз жапырақтағы солған, қарайған, салбыраған, шірігі жоқ гүлді алуыңыз керек. Гүлдің шірігі болмау керек. Тіпті сатушыдан гүлдің тамырын көрсетуді сұраңыз. Оның ешқандай әбестігі жоқ. Өйткені қазір гүлдер өте қымбат болғандықтан, біз гүлдердің тамырында сол жаңағы дүкеншіден көрсетуді сұрауымыз керек. Егер де гүлдің тамыры әппақ, шірігі жоқ, сондай әдемі тамыр болатын болса, ол кезде сіздер ойланбай бұл гүлді сатып алуларыңызға болады. Екінші, біз бұл гүлдегі аурулар мен жәндіктерді тексеруіміз керек. Гүлді сатып аларда сыртқы түрінен басқа жәндіктердің немесе аурулардың болуына назар аударуымыз керек. Әйтпесе, сіз өзіңізбен бірге сол сатып алған гүлдегі болған зиянкестерді үйіңізге алып келесіз де, сіздердің осындай сау, әдемі өсіп тұрған гүлдеріңіз сол гүлдердің зиянкестерімен ауырып қалуы мүмкін. Содан кейін барып, сіз ол зиянкестерді құртамын деп, тағы да біраз уақытыңызды кетіріп аласыз. Сөйтіп гүліңізде ауырып қалуы мүмкін. Енді бұл зиянкестері, ауруы жоғын қалай білеміз? Бұл гүлдің зиянкестері өздеріңіз білесіздер. Қара шыбындар болса, кішкене топырағын бүйтіп қозғасаңыздар, олар қара шыбындар ұшады. Ұшып, сол арқылы сіздер бұл гүлдегі зиянкестің бар екенін білесіздер. Сосын екіншіден жапырағының астын қарау керек. Көбінесе зиянкестер жапырақтың астында болады. Мысалға, белокрылка дейді, аққанаттар, олар әппақ болып, мынау жапырақтардың астында тұнып тұрады. Сол арқылы гүлдеріңіздің ауырып тұрғанын білесіздер. Және де бұл гүлдің жапырақтарын түрі солғын тартып, гүл өзін жайсыз сезініп тұрады. Содан бұл гүлдің ауруы бар, немесе бұл гүлдегі зиянкестердің бар екенін білесіздер. Ал енді гүлдердің сау жапырақтары міне осындай болады, жылтырап, әдемі болып тұрады. Содан сіздер гүлдің түріне қарап алуларыңызға болады. Сол ауырып тұрған гүлді сіздерге алмай-ақ қойған дұрыс деп мен ойлаймын.
Гүлдерді қай жыл мезгілінде сатып алуға болады? Кейбір гүлдер болады, мысалға көктемде, күзде сатып алатын гүлдер болады. Ал қыс мезгілінде гүлді мүлдем сатып алудың керегі жоқ деп мен ойлаймын. Өйткені қыстың күні күн аяз болады. Сіз гүл дүкенінен оны көлікке апарам дегенше аяздан гүліңіздің жапырақтары солып үсіп кетуі мүмкін. Сондықтан да қыстың күні гүл сатып алмай-ақ қою керек деп мен ойлаймын. Гүлді сатып алатын болсаңыздар осы кезде, яғни күн ыстық емес, енді күн жап-жақсы салқындап, күн енді салқындай бастады ғой. Міне осы кезде гүл сатып алуға болады. Және де тағы бір айтарым, гүл қалай ұзақ тұрып қалғанын қалай білеміз дейтін болсаңыздар, гүлдің тамыры астына қарай кетпейді, гүлдің мына топырақтың бетіне қарай кетеді. Содан білсеңіздер болады. Егер де бұл гүлдің тамыры топырақтың бетінде тұратын болса, ол кезде бұл гүлдің бұл ыдысы өзі біріншіден тар, екіншіден бұл гүл осы ыдыста ұзақ тұрып қалғандықтан ол гүл өсе алмай, тамырын астына уже тамырын жіберіп болады. Астына жіберетін жері қалмағаннан кейін ол тамырды ол мынау топырақтың бетіне қарай шығара бастайды. Ол гүлді де алмай-ақ қойыңыздар деп мен кеңес беремін. Егер де сіздер алайын деп тұрған, өздеріңіз жақсы көріп алғыларыңыз келіп тұрған гүл осындай жаңа жапырақ ашып, көп өскіндер ашып, және де мынау тамыры, не көрдіңіздер ма, тамыры мынаны егу керек уже, үлкендеу ыдысқа, тамыры астынан шығып тұр. Осындай болатын болса, ол кезде ойланбай осы гүлді алып ексеңіздер болады. Бұл арман қарай жақсы болып өсіп кетеді. Міне тағы да өскін шығарып келе жатыр. Бұл дегеніміз, бұл гүл стресстен, яғни күйзелістен шыққан гүл. Сондықтан да гүлді қорықпай ала берсеңіздер болады. Және де гүлді таңдағанда майда өскіндері шығып тұрған, яғни өсіп келе жатқан гүлді таңдасаңыздар болады. Ал гүлдеп тұрған гүлді алғыларыңыз келсе, онда гүлін ашқан гүл емес, енді гүлдерін ашайын деп тұрған гүлді алсаңыздар жақсы болады. Ол арман қарай ұзақ гүлдеп тұратын болады. Ал жаңағы гүлін әбден ашып болған гүлді алатын болсаңыздар, ол үйге әкелгеннен кейін гүлдері солып, гүлдері түсіп қалуы мүмкін. Сондықтан да жаңағы менің айтқан кеңесімді орындап, солай жасасаңыздар болады. Сосын сатып аларда гүлдің топырағына мән беріңіздер. Ол гүлдің топырағы өте қатты құрғап қалған емес, қатты шылқып суарылған емес, тек осындай ғана міне ылғалды болып тұрған топырағы бар гүлді алсаңыздар, бұл гүл өте жақсы өсетін болады. Және де топырағын иіскеп көріңіздер. Бұл топырағында жағымсыз иіс болмау керек. Кейбір гүлдерде бір көгерсіген, бір көктің иісі шығып тұратын, жаңағы бір көгеріп кетеді ғой, бір нелер, тамақтар, сондай бір иістер болады. Сондай иіс болмау керек. Иіскегенде тек кәдімгі топырақтың иісі болады ғой, сондай иісі бар гүлді алсаңыздар болады. Енді үлкен немесе кішкентай гүл сатып алам ба деп ойлансаңыздар, мысалы мен айтатын болсам, үлкен өсіп кеткен гүлдерге қарағанда кішкентай гүлдер арзандау болады, оны бәріміз жақсы білеміз. Ал үлкен гүл, олар қымбаттау болады. Өйткені ол үлкен гүлді сатып алғыңыз келсе, сіз оның өсірген еңбегіне, сол уақытқа дейінгі сол тұрған уақытына, яғни гүлді өсірудегі барлық жұмысына сіз ақша төлейтін боласыз. Ол кезде ол қымбатқа шығады. Ал егерде өскінді алатын болсаңыздар, кішкентай гүлді алатын болсаңыздар, ол өзі арзанға шығады. Ол өзі арзан болады. Мысалға, мына гүлді мен негізі өзім өскін гүлдерді алам.
үлкен ірі гүлдерді алмаймын. Мынау Биркин гүлі өзі кішкентай болды, мен 2000 теңгеге сатып алдым өскінін. Бұл өзі қымбат гүл, бұл қымбат, 5000 6000 тұрады бұның үлкендері. Мен бұны 2000 теңгеге сатып алдым. Осы маған келгелі бұл міне үлкен 4 жапырақ ашты. Міне 1 жапырақ, міне 2 жапырақ, 3 жапырақ, 4 жапырақ. Мынау кеше ғана ашты, мына жапырағын міне әдемі. Бұл ертең мына жапырақтар сияқты ала өзінің сызықтарын береді. Міне осындай көптеген жапырақтарын берді. Мына гүлде сондай өскін болып келбет. Маған келгелі міне 3 жапырақ берді. Міне енді 3-ші жапырағын шығарып жатыр. Жаңа өздеріңіз көрдіңіздер. Бұның ыдысында әлі тұр. Бұның ыдысында енді ауыстыру керек. Бұл гүлдердің, мысалға мынау айтасыздар ғой, ойбай мына гүліңіз сарғайып жатыр жапырағы, шіріп жатыр ма деп. Бұл шіріген емес, бұл астындағы өзінің көне жапырағы. Бұл гүл өсе келе осындай астындағы мына жапырақтардың барлығы өстіп сарғайып көнереді. Оны қиып тастаймыз, уайымдамай. Өйткені мынау жоғарғы жағынан жапырақтары шыға береді. Және де міне мына гүлде драцена. Бұл да кішкентай өскін еді. Бұл да бірталай өсті. Бұл да маған сыйлыққа келген, өте кішкентай еді. Сыйлыққа келді. Менің ана жақта тағы 2 драценам бар, ол 3 жылдық. Олар да кішкентай ғана өскін болып келіп, олар қазір биік болып, жарты метрден биік болып өсті. Өсіп кеткен үлкен гүлді аласыз ба, немесе өскін гүлді алып өзім асықпай өсіремін дейтін болсаңыздар, ол сіздердің өздеріңіздің таңдауыңызда болады. Енді гүлді сатып әкелгесін, ол алдыңғы тұрып қалған үйренген жерінен сіздің үйіңіздің ауасына үйреніп бейімделу керек. Оны өзіңіз жақсы білесіз. Ол бейімделем дегенше бір 2-7-дей, 3-7-дей уақыт керек. Содан кейін барып, оның ыдысын ауыстырсаңыздар болады. Енді менің мына гүлімнің ыдысының тұрғанына бір 2 айдай болған шығар. Мен ауыстырған жоқпын. Бірақ енді мынаның астындағы тамыры уже шығып келе жатыр. Мына жерден шығып жатыр тамыры. Енді бұны бұдан сәл-пәл 2 саусақтай ыдыс алып, арман қарай өсіретін боламыз. Осы менің айтқан кеңесім сіздердің үйлеріңізді әсемдеп, өздеріңізге жылылық сыйлайтын жасыл достарыңызды сатып аларда пайдасы тиеді деген ойдамын. Осы менің каналымда көптеген осындай гүлдердің күтімі туралы, гүлдерді қалай суарамыз, оған қандай топырақ жасаймыз, осындай доллар гүлі туралы, доллар гүлін қалай егеміз, қандай бұған тыңайтқыштар береміз, гүлдерге қандай тыңайтқыштар беріп өсіреміз, сол туралы көптеген видеолар бар. Сол өздеріңізге ұнаған видеоны ашып қарасаңыздар болады. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.